Барлықтарыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді бананды пирогтың жасалу жолын ұсынамын. Жылдам дайындалады, оңай жасалады. Дастарханыңыздың сәнін ашатын, хош иісті болып шығатын бананды пирогты сіздер жасап көріңіз. Мерекелік дастарханға, қадірлі қонақтарыңызға ұялмай ұсынуға болады. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттардың барлығын видеоның астына описанияға жазып қалдырамын. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаны саламыз. Сонан соң қантты саламыз. Ванильді қант саламыз. Тұзды саламыз. Даршынды саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Менің каналымда басқа да пирогтардың жасалу жолдары бар, қарап көріңіздер. Ендігі кезекте 2 бананды бөліп аламыз. Бір бананды пирогты әсемдеуге алып қаламыз. Сонан соң шанышқының көмегімен бананды жақсылап еземіз. Езілген бананды сұйық массамызға саламыз. Сонан соң сұйық майды құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар, алда бұйырса көптеген тағамдардың жасалу жолдарын салатын боламын. Енді ұнға қопсытқышты саламыз. Араластырамыз. Ұнды алдын ала електен өткізіп дайындап алдым. Сонан соң сұйық массамызға ұнның барлығын саламыз. Жақсылап барлығын араластырамыз. Осы кезде пешті қосып қыздырып қойсаңыздар болады. Формаға пергамент қағазын төсейміз, немесе сармай жағамыз. Қамырдың барлығын саламыз. Бетін тегістейміз. Ендігі кезекте бананды видеодағыдай ортасынан бөлеміз. Қаласаңыз 2 шетін кесіп алып тастасаңыз болады. Сонан соң кесілген 2 бананды қамырдың бетіне әдемілеп қоямыз. Бананның үстінен қатты баспаймыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 170 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан өз пешіңіздің ыңғайына қарайсыздар. Мінекей достар, өте дәмді, хош иісті болып шығатын бананды пирог дайын. Оңай жасалады, жылдам дайындалады. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Жұп-жұмсақ болып шығады, арасы толықтай піседі. Қадірлі қонақтарыңызға мерекелік дастарханға ұялмай ұсынуға болады. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.